Сәлем достар, қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Ой, волновать етіп кеттік қой. Біздің YouTube каналға қош келдіңіздер. Бұл YouTube каналдың басты мақсаты не болды? Аяқ астынан өзі әрбір ситуация, әрбір жағдай өзі бір жақсы бір мүмкіндігімен келеді. Өткенде естеріңізде болса, мен бір мебельмен айналысатын ағаларымызға көмектесемін деп, сол жерде сол компанияны жарыққа шығарам деп, сонша мебельщиктер аяғынан тік тұрып, сол жерде біраз халық көтеріліп кеткен кез болатын, именно мебельмен айналысатын кісілер. Сол кезде біздер енді біреулер үшін ол угроза болды, өйткені ол карта ашылып қалды. Біздің басты мақсатымыз не болып еді? Халықтың алдында мынау производитель екі ортада делдалсыз сіздерге арзан затты жіберу керек болады. Соның арқасында біраз көтеріліп ушу болып кетті. Сол кезде Александра деген қызымыз, оның алдында біз бұрын таныспыз, басқа қазір өзі айтады қайдан таныс болдық, не болдық. Қызымыз айтады да, Александра қызымыз былай дейді: аға, мына жерде бір мүмкіндік көріп тұрмын, сіз енді маған осы кәсіпті ашып, осы кәсіпті жолға қоюға көмектесіп беріңіз деп. Сонымен міне Алланың қалауымен сіздердің алдарыңызда отырмыз. Александра ханым, өзіңізді бір таныстырып қойыңыз. Бәріне сәлем, мен есімім Александра. Жасым 30-да. Біріншіден айтайын дегеннен Бақтияр ағаға үлкен рахмет. Осындай жағдайда біреулер қауіп көреді, біреулер мүмкіндік көреді. Мен болсам мүмкіндік көріп, егерде осылай бизнес ашу оңай болса, өзім найымдан шыққан едім, сондықтан осыны көрейін деп келдім. Қазір сіздерге екі нәрсе. Александра ханым бірінші рет камераның алдында отыр. Сол үшін де қандай да бір қобалжу көріп жатсақ, кешірім сұраймыз. Одан бөлек Александра ханым тағы да екінші бір жаңалығы, жалғыз бірінші рет қазақша интервью беріп жатыр. Сондықтан да қай жерде енді қазақша сөзіміз жетпей жатса, орысша сөздерді қосамыз. Алдын ала сіздерден кешірім сұраймыз. Ал енді өзіңіз кімсіз, қайдан келдіңіз, не істеп жүрген жансыз? Анау айтады ғой, кто вы, кам мырза деп. Я немного добавлю на русском. Сама вообще родилась и выросла здесь, в Алмате. В 22 года я переехала в Москву. В Москве прожила последние 7 лет. И буквально в прошлом году обратно вернулась в Алмату. Алматыға қайтып келгенде Живи Тим командасына келдім. Жексен Васильевичтің қолында тренингтарды өтіп, бизнесмендермен, кәсіпкерлермен көп араластым. Оларға қалай бизнес модельді жүргізу керек екенін үйреттік. Енді қазіргіде на себе буду примерять. Александра ханым айтқысы келіп жатқаны, ақыл айту ең оңай дейді. Осы күнге дейін ақыл айтып көрдік дейді. Енді командамен бірге ақыл айтып көрдік. Енді соны өзіміз бизнеске айналдырып, қолмен ұстап, сол әрбір не істейді ғой, жаңа этапынан өткіміз келіп тұр дейді. Енді бұрын сізде, мысалға енді өзіңізді айтып кетсеңіз, бұрын немен айналыстыңыз? Живи Тим дегенде бізде қазақша аудиторияның көбісі түсінбеуі мүмкін. Сразу айтайын. Оның алдында кім болдыңыз, қайда болдыңыз, неге Москва? Көп Алматыда тұрдым. Алматыда өсіп, 22 жасымда университет бітіріп, был переломный момент, и сол кезде бәрін тастап, жалғыз Москваға кетіп қалдым. Москвада уже кішкене тұрып, как вышла замуж будет? Вот какие истории? Вышла замуж, прожила в браке 4 года, кішкентай қызым туылды. Былтыр отношения. Былтыр қарым-қатынасымызда қиыншылық келді, и содан кейін ажырастық. Ажырасқаннан кейін қай жерге баратынын білмей, ата-анамның қасына қайтып келдім. Кішкене қиыншылық болды былтыр. Көп жерден қиыншылық көрдім. Бірақ былтырғы жылы көп
нәрсені үйретті. Да, ана айтып отқаны менікі переводчик болып отырмын ғой. Негізі мен енді Александр ханыммен не істеген кезде мен бұрын проект таңдамаймын, адам таңдаймын ғой. Мысалға бизнесте өзі бір екі түрлі адам болады. Біріншісі ол бір өзінің арманын орындап келсем дейді да енді. Екіншісі біреудің алдынан андай кавычка көрінсем деп. Енді мен айтамын да Александр ханымға, неге сіз бизнес деген кезде сол кезде өзінің басынан өткен біраз андай өмірдің жаңағы не дейді ғой сынақтарын көрген екен да. Ол қазір біздің Қазақстанның басында отқан жағдай, мынау кеше Бейшенбайдың жағдайын білесіздер, иә. Одан бөлек біздің Қазақстан негізі әлем бойынша қазір мысалы 2020-ға дейін 3-ші орында ма тұрдық біз ажырасулардың қатарында. 2023-те 2-ші орынға келдік. Оның ішіне мен де кіріп кете жаздағым айтпақ. 2024-те біз қазір әлем бойынша ажырасулардан бірінші қатарда тұрмыз. Сонда өйстіп қарасам, мен бір нәрсені түсіндім. Мен осы күнге дейін енді қанша ер кісілермен де немен де жұмыс жасадық та, бірақ көп жағдайда біздердің енді совет үкіметінің кезі дейміз ба, біздер әйтеуір жаңағы әйел кісіге адам сияқты қарамайтын болып қалдық қой негізі. Сол жерден біздер құладық. Оны бір жаңағыдай мен идеальным деп айтып отқан жоқпын. Мен де 2010-нан үйленгеннен осы кешегі күнге дейін құдай-ау жаңағы қазіргі тілмен айтқанда абьюзер дей ма, оның қатарынан біз де өттік та. Енді кеше уже жаңа ғана айтады ғой, не үшін Бақтияр сен осы қыз балдарға көмектесіп жатсың деп Александр ханым өзі қойған еще. Мен айтамын, мен бұрын көп ошибка жасадым деймін. Енді соны қайтару үшін одан 10 есе көбірек жақсылық жасауым керек болып тұр. Александр ханымның енді біраз қиыншылықтарын көрдім. Мысалға маған анау сіздің күйеуіңізден ажырасқаннан кейін далада қалып, жаңағы қырғыздар көмектескен, жаңағы историяларыңыз маған қатты қызығырақ. Мен ойлаймын, оны екінің бірі басынан өткере алмайды. Сондықтан да біз өзіңіз бір айтып өтсеңіз. Бұл жерде мақсат қандай, Александр ханым? Өзіңіз сияқты қыз балдар мына жерде үміттеніп отырған қанша адам бар. Ал енді сіздің өткен басыңыздағы тәжірибеңіз арқылы бұл кісілерге біз шамалы үміт отын жақсақ деген оймен бүгінгі мынау жаңағы YouTube каналда подкаст шығарып жатқан ойымыз бар. Не үшін ажырастыңыз? Себеп не болды? Өйткені енді біз білуіміз керек қой. Одан бөлек ажырасқаннан кейін қандай кедергілер болды? Неге Алматыға қайтып келдіңіз? Ажыраспай ұстап қалу мүмкін бе еді? Әрбір қарым қатынаста қиыншылық болады. Бірақ әйелдің артында уверенность болмаса, Тыл дейсіз ғой. тыл болмаса, қиын болады. Я вообще сама глубоко убеждена в том, что если у тебя нету чего-то своего, тогда тебе сложно будет практически во всем. Өйткені уверенность болмаса, өз ішіңден, не то что в браке, не то что в бизнесе, даже өз ата-ананың қасында қиын болып сезесің өзіңді. Мен тұрмысқа шыққан кезде Москвада ештеңкем болған жоқ, үйім болған жоқ, гражданство болған жоқ. Қиыншылықтан біріншіден ол документтерді ұрлап кеткен уақыт болған. Сондықтан вокзалда тұрдық 1-2 күн. Ол жерде подружкаларды іздеп, уже мықты отношения подружкалармен кетті. Тұрмысқа шыққанда қиыншылықтар да болды, өйткені қасымда ата-анам жоқ, достарым жоқ. Қай жағынан қиыншылық болды, нақтылайтын болсақ? Күйеуім жұмысқа кететін еді, мен жалғыз үйде қалатын едім. Кішкентай баламен ешқайда шыға алмайсың. Бір нәрсе жасайын десең, кәсіп жақтан бір нәрсе жасайын десең, постоянно балаға біреу қарау керек. 24-те 7 баламен отырған кезде жынды болып кетейін дейсің. Егер де қасында біреу болса, уже кішкене уверенно боласың да, что ребенка можно кому-то оставить. Даже то же самое было саморазвитиеға қарасақ, постоянно ответственность жүреді да кішкентай балаға. И 100% ты не можешь погрузиться во что-то. И поддержка близких өте маңызды. Егер де сен бір нәрсе бастайын десең, күйеуің айтса, например, сенде
ой, неге бастайсың, все равно ештеңке шықпайды десе, или, например, свекровь бывшая тоже, если начинает, сен тек баламен айналыс, сен вообще ештеңке қатынасың болмасын, сен тек осы баламен отыр деген кезде самоуверенность түсіп кетеді. И сол кезде ешқандай саморазвитие, ешқандай обучение қарамайсың, и близкие, вот когда говорят, только сиди с ребенком, да, сондай установка кетеді уже. И 3 жыл сондай установкамен отырған кезде, конечно, самооценкаң түсіп кетеді. Сондай кездерде, конечно, падаешь духом, и никакого саморазвития, ничего не хочется. Прошла одно обучение декрет кезінде, бірақ он кетпеді. Өйткені не бастасаң да осы поддержка керек. Менің даже ата-анам алыста болып тұрып, Алматыдан Москваға звондап сұрайтын еді. Осы кішкентай баламен қалай, саморазвитиең қалай деп. И солардан тоже поддержка күткен кезде олар да берген жоқ, бірақ мен басқаша түсіндіріп берейін ба? Я немного теряюсь, поэтому не могу донести свою мысль до конца. Андай не ғой, мен өзі кешеден де біраз жұмыстармен жұмыс жасадық. Бір сөзбен айтқан кезде менің де келіншегім сіз сияқты болды. Яғни біздер ер кісілер көп жағдайда біз әйелді тек жаңағы суррогатный мать дей ма? Сол сияқты аламыз да. Бұл жерде енді бір айналып келіп жаңа қыздарды мақтап отқан жоқ, не деп отқан жоқ. Просто мен бір байқағаным, біздер вообще адамға адам деп қарамай, мысалы былай алатын болсақ, мысалы қыз балаңа, сен қызыңа біреу келіп әңгіме айтып жатса, сен жаның шығады. Дұрыс қой, ол қызың сен. Ал енді сен дәл сол нәрсені келіншегің келген кезде айтарсың, отыршы шешең. Бірдеңе қыласың, өтесің, бүйтесің. Біздің енді қазақтың басында отқан нәрсе да. Бұл жерде получается, мысалға, даже мен ойламаймын, сізге прямо саморазвитие жетпеді деп, просто адам сияқты сізге қарай алмаған сияқты ғой. Бір сөзбен айтқан, сіз ана робот болдыңыз, бала бағасыз, үй жинайсыз, үйде отырасың, болды. Басқа там шаг право, шаг лево, выстрел да. Сол нәрсеге, скорее всего, не выдержали, да, мен түсінгенім бойынша. Біреулердің, например, мақсаты бар ғой, бір қыздардың тек тұрмысқа шығып, көп бала туып, и үйде отырам, үйдің тепло, вот этот вот очаг буду создавать деп. Біреулерді, например, помимо того, что родить детей, хочется еще реализоваться. И сол мақсатқа, осы бизнес жақтан реализоваться ету үшін, вот последние 2-3 жыл осыған келіп тұрмын. И с каждым разом я убеждаюсь, что если ты не реализуешься, вот если ішіңде осы предпринимательский бір жилкаң отырып тұрса, пока осыны не реализуешь, тыныштық жоқ. Сен әрбір неден возможность іздеп отырасың, қай жерден қандай реализация жасасаң болады өз ішіңдегі потенциалды. Осы бір кісілерде осы бар, бір кісілерге, например, жетеді, например, тұрмысқа шығып, и содан бақыт іздеп. Мынандай нәрсе ғой, ниет дейміз ғой, біз қазақта ниет деген сөз бар. Ниет деген ол әркімнің ниеті әртүрлі. Мысалға, бір адамдар жаңағы өзі айтып кеткендей, бір адамдар андай бір развитиеде болғысы келеді, жоғарыда көрінгісі келеді, өз-өзін көрсеткісі келеді да. Ал енді бір адамдар бар, оларға жаңағы қасында тылы болса, күйеуі болса, бала шағасы болса, ол үйінде де рахаттанып жүре береді. Өйткені бұл жерде мынау дұрыс, мынау дұрыс емес деп біз бір нәрсеге бір точканы қоя алмаймыз да. Әркімнің өз өмірі бар. Жаңа мен кеше бір ағаларымызбен сөйлесеміз. Қайта менен бір минус іздеп жүреді. Мен бір күн айттым, аға дедім. Мысалға, шынымен менде минус бар ма? Әлде сіз өзіңіздің бойыңыздағы картинканы мен бойымнан көре алмағасын, маған ренжисіз ба деп. Сөйтіп қараған кезде әркімнің мақсаты әртүрлі да. Сондықтан да бұл жерде бір бұл подкаст сіздерге жаңа ақыл айтып, немесе бір жаңағыдай үйрету емес. Бұл подкаст бар болғаны біздің мынау басқа тілмен айтайыншы, басқа тілмен айтқан кезде жігіттер кім не десе о десін, бір 90-95% жігіттер өзінің мойнына жүк аламайды. Баласы үшін, болашақ үшін, ұрпақ үшін. Біздің Қазақстанда вообще ұрпақ деген нәрсе жоқ. Ұрпақ деген бизнес жоқ, ұрпақтан ұрпаққа қалған. Мен кеше өсіп қарасам, мен осы күнге дейін жұмыс істеген кезде
именно менімен қыз балдармен партнер болдым, олар ұзаққа шапқан екен да. Ал ер балдармен партнер боламын, жар жолдан тоқтаймыз да. Неге? Ер балдарға значок керек та. Мен красавчик болсам, достарым алдында андай болсам, андай болсам. А қыз бала бәрібір безопасностьта деген да. Вот мысалға, неге бизнес? Мен найымда көп жұмыс істедім, и найымда жұмыс істеп, осы 30 жылға келген кезде мен бір сұрақты өзіме қойдым да, қанша уақытта біреудің мақсатын жасап тұрамын. Өйткені мен найымда болған кезде әрбір найымда руководитель, владелец бизнесі болады ғой. И біз осы найымда жүрген кезде біреудің мақсатын жасап тұрамыз. Біз, конечно, зарплатамызды алып тұрамыз, өз бонусымызды алып тұрамыз, соған мәз болып жүреміз да. Бірақ үлкен мақсат біреу құрылады. Иә. Сол 30 жылымға келген кезде, былтыр ноябрьда, бір сұрақ келді. Қанша уақытта мен өзім қашан бастаймын? Менің мақсатым қашан орындалады? Осы найымда жүре берсем, қанша уақыт керек маған деп санап, примерно келген кезде бір 10-15 жылға найымда жүрсем, орындалады деп санадым. Егер де бизнеске келсем, тек өз мақсатымда цель қойып, тек өз мақсатымға барлық усилиямен, барлық тырысымды осы неге жіберем деп ойладым. Вот мысалға қараңыз да, мысалға сіз қазір мен анау Жексен Васильевич деген не болды? Камераға қарамаңызшы, только на него? Да, бір-біріңізге камераға қарамаңыз. Егер жаңағыдай Бақтияр аға не қылатын болсаңыз, айта бересіз. Только. Он может говорить на камеру, да, а я желательно... Закадровые. Все понял. Ал неге? Сіз только бір-біріңізге. Так, мне кажется, даже лучше будет. Енді қараңыздар да, түсінікті болу үшін айтайын, мысалға менің мұғалімім бар, Жексен Васильевич деген. Мен оны мақтанып тұрып айтамын. Неге оны мақтанып айтамын? Өйткені кім не десе о десін, СНК-де ол даже үштік емес бірлікке кіретін топ менеджер дейміз ғой. Жаңағыдай компанияны, любой компанияны кризистен шығаратын ол кісінің қабілеті бар. Бір сөзбен ағалатын болсақ, Бақтияр бұрын қарапайым СО-да жүреді. Сол қарапайым СО-дан уже қазір жаңағы менің қызымнан сұрайды ғой, жаңағы папаң қайда жұмыс істейді десе, байларды оқытады деп. Қазір қарапайым СО-да мен басқа бизнестерді жолға қойып жүрмін да. Оның үлкен заслугасы ол Жексен Васильевич. Жексен Васильевич, сізге Алла разы болсын, рахмет көп. Жаңағыдай мен кеше Александра ханым келген кезде мен бірінші сұрақ қойдым ғой. Александра ханым, Жексен Васильевич менің ең жақсы көретін мұғалімім. Біз ертең ұят болмай ма деп, жоқ Бақтияр аға, мен сізге дейін ол бір ай бұрын жұмыстан шыққан болатынмын, өзім сол бизнеске ауысам деген болатын. Кеше Астанаға барып мен алдан рұқсатын алып, бәтесін алып шықтық. Жаңағы маған ұнап қалды, Александр ханым, неге дейді, ол наоборот қуанады дейді, Жексен Васильевич. Неге деген кезде, енді міне мына жерден кеттің ба, мен сені күтем, бірақ сотрудник ретінде емес, енді бизнес ретінде күтем. Яғни Жексен Васильевичтің мен түсінген ұстанымы ол біз сияқты бизнесмендерді көтеріп қана қоймай, и өзінің ішіндегі командасына, егер сен командадан бөлініп шықтың ба, значит команда болып қайтадан бір жерге барма, сотрудник болып. Сен бизнесмен штучный товар болып қайтып орал деген екен да. Алла разы болсын сізге, Жексен Васильевич. Енді мынандай сұрақ, Александр ханым. Жаңағы мен осы күнге дейін білетін болсам, 10 мыңдаған кәсіпкер сіздердің бұрынғы компанияларыңыздың алдынан өтті. Оның ішінде Бақтияр сияқты 10 мың адам болды. Неге Бақтияр? Неге? Мен не істеп қойдым? Бірінші танысқандан осы техники эффективного мышления тренингта таныстық. Мен Джуитимда жұмыс істедім. Сіз участник сияқты келдіңіз, иә. И сондықтан сіздің қасыңызда көп участниктар жиналып кетті. Мен де келіп тыңдап көрейінші, не айтып жатыр екен деп келген кезде қарасам, сіз қасындағы участниктарға бәріне өз бизнесті қалай сатып, жеңілдікпен басқа бизнесті қалай ашқан екеніңізді бәрін айтып берген кезде менде кішкене осы интерес түсті. Сосын Инстаграмдан қарасам, сіздің атыңыз бар екен. Сіздің қасыңызда постоянно осы стартаперлар,
предпринимательдер көп екен. Сол мен кастам сияқты адамдар көп екен. Сосын қарасам сіз қазақша айтасыз екен. Кішкене осы барьер болып қалды, бірақ сіздің айтқаныңыздың бәрін түсіндім. Сосын сіз кеткеннен кейін былай шлейф қалады ғой адамнан кейін. Вот сізді кеткеннен кейін көп участниктар осы сіз туралы сөйледі. Қалай осы бір кәсіп ашқаннан кейін владелец бизнеса соған жабысып тұрып алады ғой. Сіз болсаңыз бір бизнесті ашып, соны дамытып, и тез келген кезде сатып тастап, басқа бизнесқа көшіп кетесіз. И сол участниктерге, осы бизнесмендерге кішкене феномен сияқты болып қалды. Қалай біз деген бизнес ашамыз, жыл бойы соған кірісеміз деп айтқаннан кейін менде интересім, қызығым келді. И содан кейін мен сізге жаздым ғой, қалай істейсіз оны? Мен де істеп көрейінші деп неғылған кезде, и как раз сіздің алдыңызда осы көп шу болып кетті. Қарасам бір кезде бизнес турға кетіп қалдыңыз, ұстамай қалдым. Келгеннен кейін уже бір шай ішейікші, сұрайыншы қалай ол деп. Өзім кішкене страх болды, өйткені бірінші бизнес осы жылға дейін вообще постоянно найымда болып, и стабильностьқа қатты үйреніп қалған едім. Өйткені қандай жұмыс болса да найымда всегда осы безопасность, стабильность екеуі қатар келеді ғой. И қанша болса да осы в конце месяца всегда получаешь хоть какую-то зарплату. И соған сенімді болып, тыныштық отырып, стабильно жүре бересің. Ана айтып жатқаны мынандай ғой. Ең бірінші 2017-те Жексен Васильевич келген кезде мен қарапайым СТО-да слесарь болып келдім, біз автокөлікке газ қоямыз. Сол кезде маған сұрақ қойды да, Бақтияр, не қалайсың? Мен айтамын, қалай не қалайсың? Бизнесмен болғым келеді, үлкен бизнестің ортасында отырғым келеді. Сол кезде айтты да, онда сен барлық жұмысты тастап, бір жұмыспен айналысуың керек. Мен айтамын, сонда мына СТО-дан ба деймін, кішкентай СТО ғой, ол кезде біздің басымыздың мынау несіне кірмейді, ол картинкасына, СТО-дан бизнес жасау деген. Мен айтамын, Жексен Васильевич, мүмкін маған сал ауыстырған, сосын барып жаңадан бастарым деймін, жоқ. Уақыт қойылған жеріңе енді содан бірінші шедевр шығаруың керексің деді. СТО-ға мен қайтып оралды. Ол кезде мен жаңа ғана қазақша бизнес еді ғой бізде, қандай там фураң бар, малың бар, фазендің бар, короче, логистикаң бар. Короче, ауылда бірінші адамсың ғой. Сөйтіп жүрген кезде айтты да, Жексен Васильевич, сен бір жерден кішкентай жоқтан кәдімгі шедевр бизнес шығарсаң, басқа бизнес істей аласың. Сол кезде мен айттым, мына СТО не сен? Бақтияр, мына СТО-дан сен бір үлкен бизнесте, сосын сол үлкен бизнестен кейін сен басқа бизнеске ауысасың деп сол кезде бізге мақсат қойылған. Ол мен уже бұл бизнесті бастап атқан кезде, ол бастан түсіндім, что бұл трамплин үшін екен. Бір бизнес бізге трамплин үшін керек деді, Жексен Васильевич. Содан сен жаңағы университет дейді ғой, ең үлкен тренер ол өмір дейді. Содан үйреніп алсын, әрі қарай кетесің. Алланың қалауымен енді 22-ке дейін қарапайым СТО-ны әкелді, 22-ші жылға дейін жасап, 22-ші жылы біз оны $1 миллион сатып жібердік. Жүйені саттық та, жаңағы здание емес, басқа емес, как бизнес ретінде саттық. Соны айтып жатыр Александр ханым. Ал енді Александр ханым түсіндік, бизнеске не үшін келгіңіз келіп жатыр, түсіндік. Мысалға қазір көрдіңіз ғой, мен сыртымнан көрдіңіз, басқадан көрдіңіз, кеше біз Өскеменге де бірге барып қайттық, Астананы көрдік. Енді қазір осы бизнес арқылы қандай армандарыңыз орындағыңыз келеді? Бірінші арманым ол өзім квартирамды алу. Не үшін? Былтырғы жылдарда осы қанша тұрмыста тұрдым, ата-анамның қолында қанша тұрдым, маған безопасность деген ол басымда осы бір квартирам болса, онда кішкене болса да безопасно буду себя чувствовать. Өйткені қай жерге барсаң да у каждого есть своя собственность, своя крыша над головой. Если у тебя ее нету, значит, тебе некуда пойти. Өмір бойы осы ата-анамның қолында тұрмаймын ғой. Хочется свое жилье, свою стабильность.
И бірінші осы мақсатым, қазір қызым бар ғой 4 жаста. Қызымды осы 10-15 жасына дейін квартира и барлық беретін осы возможность, барлық үлкен өмірге түсетін алдындағы потребностьтің бәрін беріп қойсам. Иә, потребностьтары. Өйткені қызым өскен кезде ойламасын қай жерде жұмыс істеймін, или қандай осы қалай машина алам, қалай киім алам, қалай путешествияға барам деп соны ойламау үшін мен соны берейін деп жатырмын. Өйткені мен өзім өскен кезде мен бірінші жұмысым 17 жасымда басталды. И бірінші мақсатым осы жұмысқа барғанда бірінші телефон алайыншы деп жұмыс істеген едім. Сондықтан мен қызым осыны өтпесін деп, қазір 4 жасында болып тұрып, осының бәрін берейінші деген едім. Негізі статистиканы алатын болсақ, әлемдік статистика жаңа айтады ғой, бір адам трагедия, 10 адам уже статистика дейді. Әлемдік статистиканы алатын болсақ, үлкен бизнесмендер, үлкен жолға түскен адамдар өмірден қатты қит алған адамдар екен. Мысалға сенде жоқ кезде көрінген адамның күлкісі боласың ғой, көрінген адам унижать етуге дайын тұрады. Адамдар мынандай нәрсе екен да, когда адамдар бір-бірін мучить етіп жатыр, мысалға айтады, даже элементар басқа тілмен айтайықшы, мысалға біздер достарымызға қарыз береміз ғой, қарыз беріп жатқан кезде біз оған көмектесеміз де бермейді екенбіз да. Ана қарыз алған адам сен ана гасит етті, сен оны ана қарыз арқылы сен власть етесің, оның төбесіне қарап, вот черт, көрдің ба, бұрын алдыма келіп ең, қазір мен сені өйтіп жүрмін, сен менен ақша сұрап жүрсің деген сияқты. То есть адамдар бір адамды гасит еткен удовольствие болады екен да. Енді мысалға қазір негізі енді қазір Александра ханым айтуға не істеп, мынау камераның алдында ұялып та не істеп отыр, бір күні қараған кезде айтады да, мен үйге келген кезде дейді да, айта берейін ба? Үйге келген кезде енді әрбір ата-ана, конечно, баласының бақытты бай болғанын қалайды. Үйге келген кезде бірінші айлары мынандай сұрақ: неге сен ажырасып келдің? Мүмкін қайттан кетерсің. Ана жаққа барған кезде енесі мынандай немен қарайды дейді, свысока дейді, ол байлар ғой өткен, мынандай высоко қарап, жаңа служанка сияқты қарайды да. Мынау унижениені көрген кезде әрбір адам өзін бір адам сияқты сезінгісі келеді ғой. Негізгі жаңағы армандарыңыз деп отырмын ғой, арманның төресі мысалға квартира, үй, бала шағаның безопасность, сол бір бөлек. Оның артында мен қазір Александра ханымнан естігенім ол, мен де адам сияқты өмір сүрейінші деген. Мен де адам сияқты өмір сүрейінші, қашанғы мен унижениені көтеремін, қашанғы біреулердің тряпкасы боламын. Сол арманның артына жаңа маған да келген кезде сен маған айтады да, Жексен Васильевич тоже осылай сұрақ қойды, не істейсің дейді да бизнес. Не істейсің бизнесте? Мен айтамын, Жексен Васильевич, мен адам сияқты өмір сүремін. Мен ауылға қайтқым келмейді. Оған не үшін, не нәрсеге дайынсың деген кезде мен бәріне дайынмын. Өйткені неге? Өзі біледі, өзі біраз халық біледі, осы сіздің өтіп жатқан жағдайыңыз басыңыздағы біраз адамның басынан өтіп жатыр да. Ол біздер мынау жоқшылық дегенді адам басына бермесін негізі. Ең қиын сол да, сен как анау ең соңғы черт боласың ғой, бір сөзбен айтқан кезде. Мен баяғыдан есімде, біздің папаларымыз үйге келгенде жынданып келеді. Бастықтарды айтып, мысалы бір күн менде яркий пример, біздің ауылда не жерінде айтып жіберейін деп жатырмын да, мұны пазлды отырғызу үшін. Біздің мамамыз ауылда ауыл советтің полын жуды, 3 ай полын жуды. Сөйтіп 3 айдан кейін айлық бермей қойды ғой. Акиматтың ішіндегі адамдар, ол кезден бастап сол не бар, коррупция бар. Акиматтың ішіндегілер өздеріне бөліп алған ғой айлықты. Біздің маманың ызаланып үйге жылап келгенін көрген кезде мен айттым, Алла тағалам, мен мынандай қылып кедей қылмашы дедім. Қазір осы нәрсені қазір негізі әрбір адам сезінгісі келмейді да. Негізгі басты мәселе сол болып тұр. Сондықтан да Александра ханым айтқысы келіп жатқаны, мынау бизнес мен үнемі айтамын ғой, мысалға сіздің қазір продуктыңыз деген, сіз продуктыға зациклді ететін болсаңыз, ол продукттың ертесіне біреу оны жайып салады. Мысалға қараңыз да, қазір мысалға Қытайдан зат әкеліп жатыр көбісі. Бүгін сіз 100 теңгеге әкелдіңіз, 100 теңгеге сатып жатқан затыңызды ертең біреу 50 теңгеге сатып жатады да. 100 теңгеге әкеліп жатқан затыңыз. Яғни не айтқым келіп жатыр? Біздердің көбіміз мысалға продуктыға зациклді етіп қаламыз да.
Жаңа Александр ханым айтып жатқан, мен үнемі айтатын жаңа бизнес модель дейміз ғой. Ішіндегі қандай мынау бизнес, мынау шахматный ойын сияқты ғой. Ішінде біз қандай шахматный ойын таңдаймыз, қандай ход таңдаймыз. Соның саласында біз кеше Өскеменде де Астанада барып қайттық қой. Енді қазір қараңыз, Александр ханым, көрдіңіз кеше мебельді, бизнес модельді өзіңіздің тіліңізбен айтпай, жаңағыда өз-өзін мақтаған өгіз ақымақ дейді ғой. Неге біздер мына салаға кірдік, неге сіз оған сеніп жатсыз? И қандай қадам сізге ұнап тұр? Основной қадамдар дейміз ғой, шаг, основной шаги. Қайсы сізге көңіліңіз жағып тұр? Неге ол қадамдар халыққа да көмектесу керек? Біріншіде айтайын, мен мебельный жақтан вообще ештеңке білген жоқпын. И мен сізде ұнағаны, сіз мен болсам бір-екі шагты көрем алдындағы. Қалай реализовать ететінін тоже білемін, бірақ сіз болсаңыз, соның үстінен уже конечный результатты көріп тұрасыз. И бірінші барған кезде, осы бірінші цехқа барған кезде, Өскеменге, сіз маған осының бәрін внутрянкасын көру үшін апарғаныңызға сол жерде не алдыңыз? Өскеменге бардыңыз ғой, мысалға анау айтамыз ғой, мынау производитель дейді, шикізаттан бастап клиентке дейін біз жол жүрдік қой сұрада. Иә. Өзіңіздің көңіліңізге қонғаны, не үшін біз бұл саланы таңдадық, не үшін біз неге біз елдерге гарантия бере аламыз, чтобы олар жаңағыдай басқа елдерге қарағанда кем дегенде 2 есе төмен баға алатын? Біріншіден, чтобы вообще что-то продавать, мен өзім осы продажник болған едім ғой, нужно самому попробовать. И осы личный опыттан цехқа барып, өз көзіммен көргеннен кейін уже уверенно айта аламын. Біз осы цехқа барған кезде каждый машинканы қарап, начиная вот от обычной доски, қалай шедеврға келетін осы путті көріп келдік. Вплоть там краска қанша, барлығы пленка қанша тұратын бәрі. И осы владелец цехпен тоже сөйлескен кезде уже бәрі внутрянканы білесің, начиная там вот от обычной доски, заканчивая до готовой кухни. Мен болсам осы цехқа дейін как покупатель көретін едім да, магазинге келген кезде, ой, күшті екен кухня, осыны алайыншы деп ойлап едім. Цехқа барған кезде уже басқа көзбен қарайсың уже. Не просто как на доску красивую, а как на продукт, через который можно помочь людям. Мен болсам магазинға барған кезде таңдайтыным бірінші ол внешне и екінші бағасы. Вот біріншісі красиво, как это сделать, я увидела это в цеху. Плюс себестоимость шығарған кезде, барлық досканың бағасын шығарған кезде мен уже көрдім, мен магазинға келгенде, значит, мен 2 есе, 3 есе, я бағасын уже беріп тұрды. И сол кезде мен уже как предприниматель сияқты осы жерден осы возможность көрдім. Когда уже сөзбен айтқан ол бір басында айтқаныңыз. Екіншісі осы барып уже сама удостоверилась, сама увидела разницу вот эту. И я подумала, неге біз сияқты адамдар барып магазинге, например, вдвойне, втройне покупает, когда есть возможность напрямую, оказывается, купить. Ну, в принципе, это не секрет. Например, біз тот же самый Pinduoduo қазір шығып кетті, Қытайдан товарлар. Мы можем пойти купить, например, в Заре, мы можем пойти там барахолкадан, да? И в то же время мы можем заказать это через Pinduoduo. Напрямую. Осы Қытайдан, да? Это же дешевле. Просто кішкене күту керек. И өзің таңдайсың. Или барып по факту аласың барахолкадан киіп, или бутиктан, я? Или просто Pinduoduoдан закажешь и подождешь 2-3 дня. Зато сен уже напрямую арзанырақ аласың. Енді мен тілмен айтып берейін, қазір жаңағы кухня дейміз ғой, мебельдің айналасындағы нарық қалай болып жатыр? Мен тілмен айтып берейін сіздерге. Мысалға қараңыз, сізге мебельден замер шығаратын адам келеді, замерді шығарады, сөйтеді, ол не істейді? Дизайнер қыздарға береді. Дизайнер қыздар оны дизайн шығарады, эскизін шығарады. Сосын келеді де жаңағыдай цехтарға келеді. Цех тұрады да, ол цех келеді де оны дайындайды.
енді цехтың артында дилер тұр. Яғни уже осы жерден алады да бәрін есептейді. Сөйтеді де мысалға даже қалай айтсаңыздар да ренжімеңіздер, мебельдегі ағайындар, достар, қалай айтсаңыздар да дым ренжімеңіздер. Мысалға біз кеше есептедік, сол алдындағы 77-80 мың теңге ақша сол шығып тұр. 1 квадрат метр, 1 метрге. Біз оны кеше Өскеменде де шығардық. 100 мың деп алайықшы, мысалға. Бізде бұл негізі конфликт қаяқтан шықты. Мен жаңағы үйге шақырдым мебельді, 4 метрлік жерге қанша мебель құрылады. Сол шақырған кезде 1 миллион 109 мың мен 2,5 миллион арасында болды. Біз соны бір компания емес, 3 компанияға алып есептетіп көрдік. Ертең біздер қазір Өскеменде фабрикаға бардық, мебельный фабрика. Қостанайда фабрика бар. Соның барлығын есептеген кезде шынында да 1 метрге 80 мың 100 мың арасында шықты. Яғни біз осы жаңағы мебельдегі адам не істейді? Бірінші әкеледі, сөйтеді цехқа бәрін есептейді, мынау полный бәрін есептеп болып, үстінен өзінің маржасын қосады. Сөйтеді дағы сіздер 2 есе 3 есе товар артық алынады. Оны енді Александр ханым өзіңіз көргенше не үшін арзан? Потому что burada качествода емес, сіздер делдалдарға нан болып отырсыздар, жем болып отырсыздар. Ортадағы делдал дейді ғой. Мысалы арзан деген нәрсе, ортадағы делдалды алып тұрсаңыз бірден келеді. Жаңа өзіңіз Пиндодан айттыңыз ғой. Мысалы Пиндода деген не? Қытайда отырған заводтан сіз прямой тікелей сатып аласыз деген әңгіме. Бірақ сөз. Ол негізі мысалы бұрын қалай еді? Қытайдан шығады, логистика анарда байыр дейді, байырға төленеді, логистикаға төленеді. Жаңа Ялянға келеді, неге барады, регионға барады, саған барады. 6 адам үстінен әрқайсысы нанын қосқан кезде логистикасымен 100 теңге нәрсесі 1000 теңгеге сатылады. Бұл жерде дәл сол әңгіме, бірақ біз сіздерге енді анау дилерге сағасына шығарып беріп отырмыз, болды. Соның жүйесін қойдық. Енді осы жүйе арқылы сіздер әрі қарай алып кетесіздер да. Сондықтан да жаңа ең қызығы неге әйел кісілер деген кезде біздер мысалға мынау өзі Александр ағаның күшті ат қойып қойды, LF деп, Lego Furniture. Яғни өзімнің кухнямды өзім жинап ала алатындай жағдайға әкелу. Енді менің мақсатым не? Менің мақсатым қазір Александр ханым, ол қыз бала ғой. Ол кілт бұра алмайды, шуруп бұра алмайды. Менің мақсатым бұл кісіге 90-95% жұмыстың барлығын автоматизировать етіп қана қоймай, жеңіл жұмыс істейтін жағдайға келуім керек та. Енді Александр ханым, біз негізі қыз баланы таңдадық қой. Кеше өзіңізге де айттым ғой, неге қыз бала деген кезде сіздерге айтайын, как бы это громко не звучило, вот үлкен там ойбай, қуды деген демесіңіздер. Біздің Қазақстанның артында ұрпағымыз бар. Біз өмірімізді сүріп кетеміз. Біздің артымызда балдарымыз бар, немерелеріміз бар. Оны кім ұстап қалады білесіздер ме? Біздің қыз балдар, әйелдеріміз. Қандай еркек өз баласымен тұрып жатыр, ажырасқан еркек. Ол барады тағы бір әйелге бар, туғызып кетеді болды. Яғни бүкіл бала әйелдің қасында. Яғни біздің ұрпағымызға қалатын жаңағы тек біздің әйелдеріміздің артында қалған балдар. Яғни бағана айттым, арманның бірі мысалға менің қызым 15-17 жасына келгенше мен оның болашағын создавать ету деп. Сол үшін де біз әйел кісілерді таңдадық. Ұрпақ үшін, хотя бы ұрпақ үшін бір із қалдырайықшы деген оймен. Енді сіз сияқты әйел кісілер бұл жерде жұмыс жасай алмай, если жасай алатын болса, неге сіз оған сенімдісіз? Біріншіден осы IKEA моделі бар ғой. Москвада қанша тұрды. Көбінесе адамдар даже күйеу болса да, болмаса да, олар онлайн заказ жасайды да. Мен де солардың қатарындамын. Онлайн жасаймыз, үйге алып келеді. И готовый уже схемамен, конструкциямен жай құрастыра саласың. Ол жерде ешқандай мастер керек емес. Егер де кішкене отырып осы көрсең уже түсінікті. Үйде ғана леганы құрастырған сияқты балдар. И маған осы ценность IKEA-ның несі ұнайды? Сен бір нәрсеге өзің қолыңды салып тұрсаң, өзің усилияңды кішкене болса да, творчестводан салған, кішкене уақытыңды даже осыған бөлген кезде сен уже осы затты кішкене бағалайсың. Өйткені сен балай сатып алып, дайынды үйге қойып қойсаң, уже ұрлама, соғылама, оған уже ешқандай шатағың жоқ да. Егер де өзің былай жасап көрген кезде, уже кішкене ценнее начинаешь относиться, уже кішкене бағалайсың. И каждый раз одан
воспоминания қалады ғой. Например, адамдар шкафты сатып алып, егерде үйге келіп құрастырған кезде бірге уақыт өткізеді да. И яғни үйдегі гармония да кіреді дейсіз ғой. Иә, кішкене болса да там, конечно, ұрыс болады, бір жерде болмай қалса, иә, бір жерде күлкілі болады, сосын в конечном итоге уже жинап и өзіңге бір воспоминания жасайды да, приятные моменты создает. Осы несі тоже ценности ұнайды маған. Ана әркім өз еккен талын іздейді дейсіз ғой, бір сөзбен айтқан кезде. Өзінің еккен талың жемісін жегісі келеді дейсіз ғой. Біздер енді Құдай қаласа максимум ана жұмысты упростить етіп, үйге келген кезде мынандай коробканы өздеріңіз ақ жинай алатындай жағдайға әкелу. Ол ер кісілер, біздің жаңағы мына жақта партнерларымыз бар, бізде Амандос бар, Данат бар, солардың партнерларымыз арқылы сіздерге ары қарай күтем. Қазір как раз кетпеңіз. Арқылы сіздермен ары қарай уже жұмысты да жасап кетеміз. Сондықтан да яғни мен айтқым келіп жатқаны, любой әйел кісі біздің қасымызда жұмыс істеп қана қоймай, и ол үйінде де гармония алады, и еще плюс бұл жерден үлкен табысқа жете алады деп отырсыз ғой. Өзін независимо жаса алады. Негізі бұл айтып кетейін, бұл қазіргі ашылып жатқан кәсіп, мысалға Александр ханым ашылып жатыр. Бұл кісі ертең сіздерге үйрететінді, бұл кісі басқа филиалдарды ашатын, бұл кісі мен бар болғаны қасында жүріп, өзімнің біліміммен жол көрсетіп отырмын. Әрі қарай бұл кісі қазір не үшін біз ютубқа шығып, бұл кісінің атын шығаруымыз керек, бұл кісінің несін шығаруымыз керекпіз. Яғни мен енді андай бір арманым мынандай, қазіргі мысалға арманым мынандай ғой, мен үйдегі қызыма үй салып беріп жатырмық та. Қызымның арманы да менің арманым емес ол. Енді мен қазір ана былтыр умраға барған кезде мен айттым, я Алла тағалам, осы күнге дейін маған бердің ғой. Енді мен не бере аламын деген кезде енді біреуге көмектеседі. Енді Алланың қалауымен қазір жаңағыдай біріншіден бұрынғы ескі менің өткен қателіктерімді жуып шаю үшін көбірек жақсылық жасауым керек. Екіншіден өзімнен деген сұрақты алсам, мен біреулердің арманын орындауға кірістім. Ал енді арманыңыз орындалсын деп ойлаймын. Сіз сияқты жаңағыдай үйде қиналып, өз-өзін таппай жүріп, немесе күйеу тастап кетіп, немесе бір өмірден бір қандай да бір кедергілер көріп, армандап, осы менің де әттең-ай, мен де тұлға сияқты өссем екен, мен де тұлға сияқты көтерілсем екен деген кісілерге біз уже қол үлесімізді көрсетеміз деп ойлаймын. Мен сізге көрсетейін, сіз әрі қарай көрсетіңіз, Құдай қаласа. Енді осы кәсіптен не күтесіз, қанша ақша тапқыңыз келеді, чтобы сіздің арманыңыз орындалу үшін. И оған қазір қандай кедергіні көріп тұрсыз, немесе қандай мүмкіндікті көріп тұрсыз? Что вы ожидаете от этой бизнеса? Сколько вы хотите зарабатывать? А если вот, например, какой-то... В цифрах? Ну да. И если вот, например, эта цифра вам поможет ли вообще открыть там вообще, вот, исполнять свои мечты, да? Если да, что мешает сегодня? А какие вы возможности видите? Ой, вот что сұрай кеткенсің. Осы айтайын деген едім ғой, мебельщиктермен қанша айқай-шу болды, иә. Біз дұрыс или дұрыс емес деп айта алмаймыз. Осы напрямую алыңдар или барып по факту магазинден алыңдар деп, оны дұрыс или дұрыс емес деп айта алмаймыз. Ол сіздердің тек таңдауыңыз, иә. Бірақ менің осы жерде возможность көргенім, осы адамдар, оказывается, вот так вот зарабатывают. Почему, например, я не могу так сделать? Мен біріншіден халыққа выбор берем, напрямую отделер алыңдар, да, если уақытыңыз кішкене күтіп тұрса. Иә, күтіп тұрса. Екіншіден, егер де уақытыңыз күтпей тұрса, онда жарайды, даже если по факту біздің магазинге келсеңіздер, как минимум на 20-30% все равно арзан аласыздар. 50-60% даже. Да, даже если по факту магазинге день в день алып кетсеңіздер. Осы жерден даже мен мүмкіндік көріп тұрмын, да. И егер де осы жерден жабысып алып, осы жерден көтеріліп кетсем, конечно, менің де армандарым орындалады. И насколько менің арманым орындалғаннан кейін, менің проектім сонша тоже орындалады да, көтеріліп кетеді. Осы проекттен, мебельден қандай мүмкіндік көріп тұрмын, иә, осыны айтып бердім. Қандай ожиданиям бар. Как минимум, осы
ближайшие полгода тырысып жұмыс істеп, иә, максимально осы партнерларымға автоматизация жасап, 90% уже дайын, готовый бизнес берейін деп тұрмын да, чтобы яғни наши... уже қазір бүкіл осы күнгі кедергілердің бәрін өзіңізге киіп, сол жерден полный автоматизировать етіп, кубик создавать етіп, өзіңіз сияқты басқа да бір қаншайымдар келген кезде сіз оған готовый бизнес берейін деп тұрсыз. 90-95%-ке уже құралған готовый бизнес берейін деп тұрсыз, менің түсінгенім бойынша, иә? Өйткені мен өзім осы наймдан шыққан кезде көп сұрақ қойдым да, немен айналысқым келеді, не осы көңілге қандай бизнес келеді деп, мен OLX-та отырдым, готовый бизнестерді қарадым, киім қарадым, и сондықтан түсінгенім, оказывается, біз осы наймдан шыққан кезде бірінші бизнес ашуда кішкене қорқыныш бар. Осының бәрін, конечно, косяктарды өзіміздің өткізім келмейді. Бізге осы готовый бизнес беріңдерші, мен осы ақшасын төлей салайыншы. Тек сіздер барлық ошибкаларды жөп тастаңыз, маған тек осы сливки беріңізші дегенді запрос келді. Мен клиент ақша табайыншы дейсіз ғой. Өзім уже запросым сондай болды да, бизнес ашайын деген кезде. И сондықтан мен түсіндім, оказывается, бірінші бизнес ашайын деген кезде біз елге максимально простой, максимально дайын бизнес беру керекпіз. Соны осы мен сияқты әйелдерге сондай бизнес құрастырып берейінші деген едім ғой. Осындай посылмен жүрген едім ғой. Чтобы тоже... Қазір жаңа айтып қалдыңыз, жарты жылдың ішінде хотя бы мен өзімнің собственный квартирамды алсам. Ол квартираның суммасы қанша? Қазіргі қарап атқаным 12 миллион. 12-15 миллион, яғни жарты жылдың ішінде сіз 15 миллион ақша табуыңыз керексіз. Ал енді жарты жылға бөлетін болса қанша болады? 6 айға бөлетін болса 2 миллиондан. 2-3 миллионнан. Бұл жерде уже 2-3 миллион табу үшін примерно 20 клиент айына жетіп жатыр. Жобасы минус плюс, сонда күніне там бір-ақ клиент па? Вообще опыт. Мен енді, я вообще здраво на все подхожу. Пессимистически. Нет, бірінші бизнес қой. Мне нужно учитывать все риски. Барлық ошибкаларды, барлық партия, брак, не брак, логистика. Алғашқы айда мен уже, бірінші айда мен оны опытқа қоямын дейсіз ғой. Екінші ай сосын заработкаға көрсем дейсіз ғой. Дұрыс. Өйткені қазір осы барлық қалада жүргізейін деп жатырмын ғой. И барлық ақшаны, например, мен өз пайдамға көрмеймін да, наоборот осы реализацияға жіберем, оборотқа жіберем. И егерде барлық ақшаны өзімге жеп қойсам, квартирамға, конечно, ешқандай бизнес кетпейді. Сондықтан қазіргі алғашқы осы приоритетте тұрған задача ол автоматизацияға жіберуге, и барлық адамдарға, әйел кісі болса да, жігіт болса да, стартапер болса да, максимально простой вариант көрсетейін. Готовый бизнес. Готовый бизнес. Под ключ, короче. Ал енді бұл сіздің қасыңызға серіктес болып кіру үшін, немесе сіз сияқты осындай бір кәсіптің ортасына кіру үшін елдерге кем дегенде қанша ақша керек? И жоғары дегенде осы қанша ақшамен шағылады? Сіздің есебіңіз, бүгінгі сырой есеп дейміз ғой. Сырой есеппен, қараңыз, вообще бір қалада примерно 2, максимум 3 точка ашайын деп жатырмыз. Яғни, мысалға адам былай алайық, 200-300 мың халқы бар адам ғой, шақ адам берейін деп тұрмыз сонда біз. Шақ точка, шақ точкаға мүмкіндік береміз, Оқты, сіздерде уже конкурентлген екен. Өйткені, конечно, скопировать и вставить это сейчас очень легко. Я хочу донести, что каждый у кого есть желание, может поставить этот бизнес. Вплоть до сопровождения будет. То есть не только готовый бизнес береміз, еще 2-3 месяца будем сопровождать полностью. Еще мені амбассадор болып қойды, айтып қойын. Мен сатушы болайын деп тұрмын уже. Бақтияр ағамыздың брендін, личный брендін қолданамыз, Короче, под ключ. Сізге бизнес жасап беремін. Ал енді сұрақ, сколько минимум они должны вложиться? Минимум 3 миллион. Егерде уже сіздің магазиніңіз болса, мебельный магазиніңіз болса, вам будет намного легче. Өйткені сізде уже площадь бар,
егер аренда төлей жатсаңыз солай төлеп жалғасады. Иә, Онда азаяды дейсің ғой. иә, просто біздің арқамызда сізде товарыңыз көтеріледі біріншіден, иә, басқа товарларыңыз болып тұрса, өйткені маркетинг біз жақтан болады ғой. Екіншіден, егер де помещениеңіз, ештеңеңіз, магазиніңіз жоқ болса, біз қалай табатынын тоже көмек береміз. Өзіміз айтып береміз. Арендасын, например, сіз төлейсіздер, бірақ сіз инвестор сияқты тоже кіресіздер. Мен түсінігім бойынша, егер де сіздің кәсібіңіз болса, өзің осы күнге дейін кәсібіңіз болса, ол кәсіпке шамалы даже біздің проекті арқылы кірсеңіз, сіз бір проекттен дополнительный ақша табасыз біздің проекттен. Еще плюс өз кәсібіңізді осы арада модельді скопировать етіп, өз компанияңызды жоғары көтересіз дейді. Ол бірінші. Екінші, жаңа қазақтың күшті бизнесі бар ғой. Ана жұмыс істемей ақша тапқысы. Егер де сіз тек ақшаны жаңағы квартираға салып қойып 500 мың теңге тапқаннан гөрі 3-4 миллион, 5 миллион салып қойып, айына там 500 мың, 1 миллион теңге ақшаңыз тапқыңыз келсе, сіз ол жерде де инвестор бола аласыз. Менің түсінігім солай болып тұр. Иә. Бұл жерде негізі мен тағы да бір түсінгенім, бұл негізі біз мебель сатып жатқан жоқпыз. Біз негізі үйде отырған қаншайымдарға аз ақшамен бизнес бастап беру көмектесіп жатырмыз. Яғни сіз бұрын мысалға кухняны алып қана тек орда шай ішкен кезде ғана қарайтын болсаңыз, ана кухняны уже бизнес деп қарайсыз ғой. Яғни ана кухня уже сізге бизнес ашып берді. Ол ана бір себептен бір себеп болайын деп тұр, Алла қаласа. Иә. Көбінесе адамдарда бір қорқыныш бар ғой, бизнес ашу үшін көп ақша керек екен, көп вложение керек екен, обязательно там ИП ашып, ТО ашу керек қой деп. Біз айтайын деген едім, егер де сіз өзіңізге даже сатып алсаңыз мебельді, иә, сіз оны бір-екі адамға, например, рекомендация беріп, сіздің арқаңыздан адам келсе, біз одан сізге бонус береміз. Яғни 2-3 айда сіз өзіңіз сатып алған осы мебельді қайта ақшасын сонда бізге қарыз ақша бергендей болады ғой. Получается, сіз қазір мебеліңізді алып отырып, 3 айдың ішінде, 4 айдың ішінде сол мебелдің ақшасын қайтарып алатын мүмкіндік істеп қойғансыз, мен түсінігім бойынша. Мен өзім, например, 3 жыл декретте отырдым ғой. И, конечно, хотелось где-то подзаработать, какой-то пассивный доход, бір жерден ақша алсам ғой деп. И осындай даже мамочки в декрете соған келеді да, например, круг общения у мамочек в декрете, ол в основном осы детский площадкалар болады ғой. И сол жерде, например, айтып берсе, мен, например, кухня алдым, к примеру, сізге ұнаса. Қазір кәдімгідей көршілердің басын қосайын деп тұрсыз ғой. Өйткені доверять всегда ближним. Иә. Осы личный опытпен сіз рекомендация, к примеру, берсеңіз, ол бар болған рекомендация, даже келіп магазинге отырудың қажеті жоқ. Керек емес, даже просто там чаттар бар ғой, мамочки чаттар, ЖК-лардың чаттары бар ғой. Сол жерге просто рекомендация даже берсеңіз, сіз арқылы адам келсе, біз уже сізге төлейміз. Сондықтан тоже возможность шығады да мамочкам. Яғни біз негізі бірінші кезде мебельді без посредника тауып береміз деп бастаған едік қой сіздерге. Бұл жерде мен түсінігім бойынша біз үйдегі, общем, Қазақстандағы мыңдаған қаншайымға жұмыс көзін ашып бергіміз келіп тұр. Ол сіздің балаңыз бар ма, күйеуіңіз бар ма, енеңіз бар ма, үйде жағдайыңыз болмай тұр ма, оған ешқандай кедергі болмайын деп тұр ғой. Иә. Әнекей, қызықтың көкесі енді басталады. Онда біз не қылайық, Александра ханым? Осы жерден тоқтайық. Егер де адамдарға қызық болатын болса, шын жаңағыдай өзіңіз сияқты арман орында бала шағасына болашақ сыйлап, квартирасын алып, үйін алып, майшасын алып, путешествие адам сияқты өмір сүргісі келсе, онда сіз нөмірді нараға қалдырып кетейік, лично сізге звондасын. Өйткені жаңағыдай қазір сіздерді сұрақ шығады, ол қалай болады, анау қалай, біз енді оны жаңағыдай жеке сөйлесіп отырып ақылдасыңыздар. Ал достар, көрдіңіздер, біз асып тасып жатқан ештеңеміз жоқ. Біз Құдай емеспіз. Бар болғаны артымыздан кішкене ғана із қалса деген үмітпен шауып жүрміз. Осы күнге дейін Алланың қалауымен өз компаниямды жоғарыға көтеріп қана қоймай, 140-таған компанияға осылай көмектескен болатын. Ал 140-таған компания, оның ішінде қанша жүздеген адам бар, мыңдаған адам бар. Яғни қанша семьяны асырап отыр. Кеше есептесеңіздер 100 проект, 100 завод. Қазір Александра ханым соның ішінен уже тағы да ол кісі қазір 50 проект ашып берейін депті кем деген. Сол үшін де мүмкіндікті
сіз жіберіп алмаңыз. Бұл сату емес. Өйткені қараңыз, бір қалада 3 точка. Енді есептеңіз. Ол қалада 300 мың адам бар. 300 мың адамға сіз даже 1%-іне де кірмейсіз да. Ол бір. Екіншіден, бұл мүмкіндіктің ең маған ұнап тұрғаны бизнес под ключ. Яғни сіз күшіңіз салмайсыз. Күшіңіз салмай, содан наныңыз жей аласыз. Үшіншіден, бұрын мен кухняны сатып алу керек еді, бұған ақшаны қаяқтан табам демейсіз. Сіз кухняны алып, бірақ 1 ай мен 3 ай, 5 айдың ортасында ақшаңызды қайтарып аласыз. Осы мүмкіндіктердің барлығы енді сіз жіберіп алғыңыз келмесе, онда Александра ханымға хабарласасыз. Осы жерде ол жазып қояды. Сіздер қазақша сөйлесеңіз қазақша сөйлеседі, орысша сөйлесеңіз орысша сөйлеседі. Негізі бүгін бірінші рет қазақша сөйлеп тұр, мен ойлап тұрмын, бірақ күшті сөйлейді екенсіз. Иә, Александра ханым, сізге Алла разы болсын. Алла берекесін берсін. Осы күнге дейін қойған армандарыңыз орындала берсін. Жаңағы біздің жетістігімізбен біздің ата-анамыз қуанып, балдарымыз авторитет ұстасын. Айтпақшы достар, сіздерден бір-ақ нәрсе сұрағымыз келіп тұр. Мынау жаңа мен өзімнің инстаграмға жазып қойғам ғой. Біздің жүйеміз халыққа пайдалы, конкуренттерге қауіп. Бірақ енді өткенде көрдіңіздер, мен мына жүйені шығарған кезде мен халық үшін шығардым негізі видеоны. Бірақ мынау конкуренттер Құдай сақтасын қазір инстаграмнан да дамыл бермейді, телефоннан да дамыл бермейді. Типі қорқыта береді да. Сондықтан да мен халықтың адамымын. Александра ханым да халықтың адамы. Егер де халқым сіздерге бір осындай бір жаңағы жүректегі үміт отын жағатын адам керек дейтін болсаңыздар, онда анау комментарий жазып отқан кісілерге де сіздер бізден көмектесіп жіберіңіздер. Бұл сіздерден өтініш. Ал кеттік, байса қазағым байсын.